Сәлеметсіңдер ме, қымбатты 7-ші сынып оқушылары. Өзімді таныстырсам, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Ленгір қаласындағы нөмір 2-ші Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қойшыбаева Ақсәуле Нұрханқызымын. Сабақты бастамас бұрын бейне жазбаға көңіл бөлейік. Адам ағзасын түрлі сырқаттардан сақтайтын басты фактор иммунитеттің мықты болуы. Йогуртта ағзаны қауіпті бактериялардан қорғайтын белсенді бактериялар бар. Австриядағы Вена университеті мамандары арнайы зерттеу жүргізіп, күніне 200 грамм йогурт жеу иммунитет үшін пайдалы екенін анықтаған. Егер тұмауға шалдықсаңыз, балқаймақ асқазан ішек жолдарына салмақ түсірмейді. Пияз түрлі вирустарды өлтіреді, сондықтан оны күз және қыс мезгілдерінде көп жеген дұрыс. Жаңа сығылған пияз шырынын күніне 3-4 рет бір шай қасықпен тамақтың алдында ішкен дұрыс. Асқазанның жұмыс істеу қызметін жақсартады. Қызғылт түсті көкөністер антиоксиданттарға бай. Сонымен қатар асқабақ пен тәтті картоп құрамында зиянды бактериялармен күресетін бета-каротин бар. Ол теріні сау етіп сақтап, ауру тудыратын вирустардың алдын алады. Балық және теңіз өнімдері асқынудың алдын алып, өкпені инфекциядан қорғайтын омега-3 қышқылына және С дәруменіне бай. Бұл дәрумендер вирусқа қарсы белсенді әрекетімен танымал. Иммунитеттің белсенді болуына әсер ететін амин қышқылы қара және көк шайда да бар. Ал шайдың құрамында кездесетін алкиламин иммун жүйесін бактерия және аллергендерден қорғауда жақсы қызмет етеді. Түрлі зерттеулердің нәтижесінде таңқурай қатерлі жасушалардың өсуін тоқтататыны дәлелденді. Атап айтсақ, көкіректің қатерлісігі, асқазан асты безінің қатерлісігі терінің қатерлісігіне пайдалы. Себебі таңқурайда эллак қышқылы бар. Сондай-ақ иммунитетті арттыру үшін уақытылы демалу маңызды. Үнемі күйзелісте жүру де сіздің иммунитетіңізге тікелей әсер етіп, жасушалардың пайдалылығын төмендетеді. Тағы бір жайт, дене жаттығуларына көңіл бөліңіз. Үнемі отыра беру денсаулығыңызға кері әсер етеді. Күніне 30 минут аэробикамен айналысу иммунитетті әлде қайда көтереді. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дұрыс тамақтану, денсаулық кепілі. Сабағымыздың мақсаты мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану. Бүгінгі сабақта оқушылар проблемалық сұрақтарды дайындаймыз, демелі шылау туралы білімімізді кеңейтеміз. Ас адамның арқауы демекші, адамзат денсаулығын сақтаудың басты шарты дұрыс тамақтану. Сондықтан тамақтануға ерекше көңіл бөлген жөн. Тамақ құрамының құндылығы басты назарда болғаны дұрыс. Тиімді тамақтану денсаулық үшін маңызы зор. Ет, балық, ұн, сүт тағамдарының әр қайсының орны бөлек. Сонымен қатар жеміс-жидектерді көбірек жеген жөн. Олардың құрамында адам денсаулығына қажетті дәрумендер өте көп. Дұрыс тамақтанудың ережелерін сақтайық, балаларым. Өз уақытында тамақтанайық. Ас ішер алдында қолымызды жуымыз қажет. Астың мөлшерін сақтайық. Тамақтанудың белгілі тәртібін сақтауымыз қажет. Тамақты уақытында жеу. Тағамды асықпай жеуіміз қажет. Тамақты көп жемеуіміз керек. Сонымен бірге 4 мезгіл тамақтану. Мұның барлығы біздің ағзамызға өте пайдалы. Қолайлы температураны сақтауды қамтамасыз ету. Тамақтанғанда теледидар қарауға, кітап оқуға болмайды. Яғни біздің жеген тамағымыздағы дәрумендер С дәрумені ағзаның ауруларға қарсы тұруын қамтамасыз етеді. Д дәрумені сүйектердің жетілуі үшін қажет. А дәрумені өсу витамині деп аталады. Ол көзге пайдалы, теріге де үлкен әсері бар. Бүгінгі сабақта біз демеулі шылаумен танысамыз. Демеулі шылау сөзге немесе сөйлемге күшейту, тежеу, шектеу, сұрау, болжалдық, күмән, нақтылау мәнін үстейді. Демеулі шылаудың емлесін ескерейік. Бұл жерде ма, ме, ба, бе, па, пе сұраулы шылауы жіктік жылғаудың алдынан жазылып, ма, ме, б, б,
п болып өзгереді. Мысалы, сен тамақ ішесің бе? Сен тамақ ішемісің? Көрдіңіздер ме, балалар? Яғни бұл жерде ішемісің деген сөзіміз бірігіп кетіп отыр, иә? Бұл жерде де барлығы демеулік шылаудың қызметін атқарады. Екіншіден, ақ, ай, ау, мыс, міс, д шылаулары дефис арқылы жазылады. Мұны әр уақытта есте сақтағанымыз жөн. Мысалы, алманы жерсің. Тәттісін ай, тұзы ашшылау-ау, тағы басқа. Демеулік шылаудың 6 түрі бар. Бірінші, сұраулық мағына беретін демеуліктер. Ма, ме, ба, бе, па, бе, ше. Мысалы, тамақ іштің бе? Сүт ыстық па? Екінші, күшейткіш мағына беретін демеуліктер. Ақ, ау, әсіресе, да, де, та, те. Алманың біреу-ақ қалды. Үшінші, болжалдық мағына беретін демеуліктер. Ау, мыс, міс, кейде. Мысалы, ертеде қызылша болыптымыз. Төртіншіден, болымсыздық мағына беретін демеуліктер. Түгіл, тұрсын, тұрмақ. Сен түгіл, мен де тамақтанбадым. Бесінші, шектік мағына беретін демеуліктер. Ғана, қана, тек, ақ. Кешке тек айран ішеміз. Алтыншы, нақтылау мағына беретін демеуліктер. Ғой, қой, д, т. Аспаздар дастарханды дайындағанды. Олай болса, бірінші тапсырма. 124-ші беттегі бірінші оқылым мәтінін академик Шармановпен сұхбатты оқып, шылауларды қатыстырып, сұрақтар дайындаймыз. Екінші тапсырма, берілген тамақтану ережелеріне демеулік шылауларды қатыстырып, сөйлем жазамыз. Мысалы, үлгі ретінде ұсынайын. Тамақты үстелдің басында отырып қабылдау керек. Осы сөйлемге біз ғана деген шектік демеулікті қосамыз. Мысалы, тамақты үстелдің басында ғана отырып қабылдау керек. Осы сияқты басқа сөйлемдерге шылауларды қатыстырып, сөйлем құрастырамыз. Оқушылар мәтін бойынша проблемалық сұрақтарды құрастыра алады. Шылау түрлерін ажырата біледі, орнымен қолданылады. Сабағымызды аяқтай келе, тағам туралы мақал-мәтелдерге көңіл бөлейік. Балаларым, не тойдырады, нәр қандырады? Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар. Нан тойдырады, нәр қандырады. Ненің тазасы, дерттің қазасы? Дұрыс айтасыңдар. Судың тазасы, дерттің қазасы. Не жеті дертке дауа? Жуа жеті дертке дауа. Қонағыңа балыңды бер көктемде, сүтіңді құй сарғайған күз жеткенде. Келесі, болса егер қарын аш, бастан тұман арылмас. Осы сияқты тағамға байланысты мақал-мәтелдерді біле жүрейік, балаларым. Тапсырмаларды орындап жібересіңдер. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.